Мен Нұрымбет Абдрахман Асылханұлы, осы ЖК Адияның тұрғынымын. 2019 жылдан бері жыл сайын көктемгі уақыттарда, күзде қар, жауын шашындар болған кезде өзім 5-ші этажда тұрам. Төбеміздің, кіршамыздың ремонты, качествосы өте нашар болғандықтан су өтеді. Жылда уже стеналардың бәрі құлап атыр. Жаңбырдың суымен, сонымен тұрғындар өздері әйтеуір қолынан келгенше ұйымдастырып, осы қаңылтырмен жаққан болатын. Мына терезеде бейгам терезе. Бәрі түсіп қалған еді. Одан кейін ар жағы бәрі дымқыл болған кейін осы көрші өзі қаптаған осындар. Пеноплекспен. Жылы болсын деді, бірақ оның өзінің уже балдарын бәрі уже жыртып терілді. Долға өтті ол. Мына уже ар жаққа уже долға өтті. Не ғой, грибоктар ғой уже үйге. Үйдің ішін бәрі абойлар көтеріп кетіп жатыр ғой. Грибок дегенде саңырақ құлаққа өседі. Саңырақ құлақ бәрі кетті. Осының астынан бәрі шу кетеді. Өтірік істеріне саған ғой. Мынаның астынан мына ғой көтер. Түсіреміз бе? Мұны арғы өтке өтейік қазір, арғы өттің бәрі бұчыт болып жатқан. Алдын бір түсіріп алады да, ерде де қойып отыр ғой. Асты. Жап-жасыл болып тұрғанын көріп жатырсың. Бәрі, судың бәрі фундамент. Мұнаның бәрі әшейін өтіріп қирап тұр әшейін. Қолмен түртіп қойсаң өтіліп тұр мұнаның бәрі. Қазір уақытша үзіп созатынбыз. Анау садалың астын суын көрсету керек, осы ортадан бір сол қазір тасташты өтінші. Алло, Мағын. Ба? Мұны сіздермен келіп Бақыт кән ол? Кеше группада барша? Онда келет, өтірік әңгімесін айтып кетеді. Аған істейміз, мына істейміз деп біздің баланста жоқ, әкімшілік шығады. Самұрыққа жазсаң келетті бір өтірік жиналысын ұйымдастырып кетеді. Сөз сделаем деп дровмен түсіп, падвалдар кіріп шығады. Как будто бір вид жасайды істеп жатқандай. По факту істемейді. Бірақ олар өзі Самұрық қазаның өзі біліп тұр. Олар осы үйдің фасадын, ақаулардың бәрін по гарантию құрту керек. Қайбір жылдары келді, өтірік уақытты өткізіп отыр ғой. Крас кіріп кетті, болды. Ана үйлердің асты құлаған жерлердің бәрі максимально мына көршім айтпақша өзіміз қолдан істеп отырмыз. Өйткені біздің бала-шаға жүгіріп ойнап жүреді. Құдай сақтасын, түсіп кетіп бір бөлек болса. Ана крышалардың бәріне кіріп шығамыз. Кеше қалың қар жауған кезде сол сынды ғой, бізді 15-ші үйдің төбесіне біреу салбырап түсіп бүйтіп тұрды, неше күн тұрды. Әкімшілікке звондадық, 109-ға звондадық, ақыры аяғында МЧС-қа олар сілтеді. Сонымен КСК-ларын істеп берсін дейді. Не КСК-мыз істемейді, сонымен олар өздері әкімшіліктің балдары келіп, ана МЧС шақыртып, ақыры оны жөндеген жоқ, кесіп алып тастады, амал жоқ. Өйткені біреудің басына құласа, баланың ба Құдай сақтасын, сол жерде өледі ол. Айқай шумен 2 күн шулап жүріп зорға оны алдырттық. Ол үйлерді бір айына бір 5-10 мың теңге төлеп отырып, жаловаться етсек, ол болмайтын деді. Мысалға да әкімшіліктен үй алып отырсақ, біз өз үйде мысалға әр үйге бір 130-120 мың теңге асық төлейді. Әр үй. Ол 2018-19-дан келгенде ол 2018-де не деген ақша ол? Не деген ақша ол? Қазір мысалы Самұрық қазаның өзінде мен мысалы айына әр айдың 20-сын төлеуім керек. 20-сын салып қосам, бір күнге шықсын, пенясы келеді, артынша қосап, олар мен соттасқан кезде олар айтады, бізде дейді 3 күннен кейін түседі ол ақша дейді. Мен деген қазір цифровизация отқан кезде, бәрі онда нәрсе істеп отқан кезде келеді, сіздің осынша пеняңыз жиналып қалды деп келеді де үйде выселение деп шығады. Сонда онда нәрселерге ответ жазуға, жүгіруге, келуге вообще уақыт табады сізге. Налогқа келген кезде, ақша алуға келген кезде тыпырлайды. А бірақ істеуге келген кезде бастан алады, жоқ. Ақша жоқ деп болған үй ма мынау шынымен де үйдің сыртын осындай штукатуркамен істеуге болады ма екен? Вот соны сол сұрақта қалай осыны қабылдады?
мына үйдің сыртына Балама деп сынаққа жасайтын түскен штукатурка үйлер. емес. Құрама Заманға сай емес вермакулит мысалы, да? вермакулит. Ол сумен келеді дәл жүрсе. Қонақ Двойной. шағырсаң, ремонт істемей қалдық қой. қонақ шағырсаң ориентирді былай айтады адамдар. Анау ескі үйлер ма дейді жаңағы баяғы соғылған дейді. Құлап жатыр. Иә, құлап жатқан. 2018 Сұрақ деген, нараз деген толып көп. Оны бір видеомен, бір репортажбен жеткізіп айта алмаймыз. Өте көп.